тұтас тәрбие бағдарламасы бұл заманға, осы қазіргі уақытқа өте қажет. 1-қыркүйектен бастап балабақша, мектеп, колледждерде қазір 100% іске асырылды. Негізі енді осы уақытқа дейін де бағдарламалар болды ғой, тәрбиеге қатысты көптеген жобалар болды, бірақ көбі науқаншылыққа айналып кетеді. Жалпы идеологиясы ол біздің ұлтты сақтап қалу, мынау елді сақтап қалу. Ондай орталықтар енді меніңше барлық жерде болу керек, және жұмысы өте қызу жүру керек. Өкінішке орай, бірақ бара бермейді ғой көп ондай қызметтерге. Ол кезде мен анама қызмет еткем дедім. Ал қазір сіздерге аналарыңыз қызмет етеді. Осы балалар кітапханасы деген жоба болды. Қазір балаларға мектептерде оқуға құштар балалар деген осы жобалар өз нәтижесін берді ме? Ол кітапханада тұрған кезде, балалар кірген кезде көз алдарында тұрғаннан кейін көзі үйренеді, ары қарай қолына ұстап көреді. Әйтеуір оның бір өзіндік түбегейлі ешқандай нәтижесі болмады деп айтуға болмайды.